Мынау кинода да сомдаған рөлдеріңіз бар, театрдың өзі 10 жылдық тарихы бар, оның ар жағындағы телеарнадағы жұмыстар, ауылдағы мәдениет үйі бар. Атап айтатын болсақ, еткен еңбектеріңіз жеткілікті. Соның бәрі үйретеді, өмір сабағы деген сол. Бірақ бір қызығы ешқандай атағыңыз жоқ. Мен атаққа қызықпаймын. Маған атақ керек емес. Маған күніге қазір көшеге шығар, мен мысалы сайранға барам, вокзалға барам, или базарға барылап, мен жүре берем. Кәдімгі қарапайым азаматпын ғой көшеде. Сонда көшеде күніге үлкені бар, кішісі бар, танығың бар, ассалаумағалейкум деп амандасады. Амандасамыз, сөйлесеміз. Ол танып, амандасып, ассалаумағалейкум деп тұр да. Одан артық құрмет жоқ та. Болашақта болса болар, болмаса қояр. Мен ол медальға, бір атаққа сүйсініп жүрген азамат емеспін. Атақпен ауыратындарға қалай қарайсыз? Енді әр адамның өзінің ой өрісі, жаратылысы арқылай ғой. Атаққа жақын адамдар бар, бұндай жоқ емес. Атақ құмар, тіпті бір медаль алса, екінші медаль алғысы келіп, екіншісін алса, үшіншісін алғысы келіп тұратындар. Ала берсін. Ала берсін, таға берсін. Мүмкін ол сонымен ләззат алатын шығар. Ол мен медаль алғанда да тағып, бүйтіп жүрген өзім ыңғайсызданамын. Медаль тағып, бүйтіп. Кейбіреуге енді солай тағып жүрген шығар, әдемілік беретін шығар. Бірақ ол қатарда емессіз. Ол қатардан емеспін, тағып көрмегеннен кейін. Түсінікті. Жас кезіңізде Тұңғышбай ағадан сабақ алдыңыз, Бауыржан Ибрагимов ағамызды да ұстазыңыз десек болатын шығар. Иә. Қай ұстаздан үйренгеніңіз көп? Енді Тұңғышбай ағамыздан үйренгеніміз көп қой, өйткені 4 жыл бойы ол кезде студент, жас болдық, әлі іштен кейін білмейміз. Кітап оқуға да, сахнада жүріс-тұрысқа да, мынау үлкен деген актерлар кино жайындағы әңгімені де, сахнаның заңдылығын да бәрін енді бірінші болып Тұңғышбай ағамыз үйретті ғой. Бауыржан ағаларымыз да тұқаңдарды сыйлайды ғой. Сол кезде студенттің өзіне келіп, амандасып, сыйласып, ұстаз сияқты аға тұтып сөйтіп жүрді. Енді Бауыржан ағамыздан да үйрендік, өйткені біз ол кезде енді әзіл-сықақ театрында жанр басқа, дайындық басқа. Бірнеше сұрақтармен енді бүгінгі сұхбатты аяқтасақ болады аға. Өнерде жүріп бай болуға бола ма? Өнерде жүріп бай болып жатқандар бар ғой, енді жаңа айтып отырған. Мен ойлаймын, кім еңбек етеді, еңбек етсең ерінбей, тояды қарың тіленбей дейді ғой атамыз. Сондықтан қай салада жүрсең де еңбек ету керек. Қазір сіздің кинодан басқа табысыңыз бар ма? Жоқ. Тамада болмайсыз? Жоқ, тамада болам. Көп емес, бұрын жас кезімізде көп шыққанбыз, енді қазір жасымыз келгеннен кейін, оның үстіне қазір тамада көп қой. КВН-дағы жігіттердің бәрі, ол қазір физкультураны бітіргенде тамада, медицина бітіргенде тамада, бәрі тамада ғой. Тамада көп қазір. Қазақстан әйтеуір тамададан қиналмайды. Жаңа арнамысыңызға тигені үшін арыз жаздыңыз. Иә. Одан басқа жағдайда арыз жазып көрдіңіз бе? Жоқ, ондай басқа мен тегі бір арызданған жігіт емес. Жаңағы нәрсе намысыма қатты дейді. Өйткені мен ұлтшылжамын. Мен өнерде де жолдас жобаларым, құдайға шүкір, мен ұлт жанды намысшыл жігіт екенімді бәрі біледі. Содан кейін намысым айтса, ол полицияға құмымызды қаратпасын. Елге жақпайтын ит мінезіңіз бар ма? Енді адам болғасын, пенде болғаннан кейін әр адамның бір кемшілігі болады ғой. Сіздің кемшілігіңіз? Менің кемшілігім енді біз жаңа сылтаулататымыз ғой, біз бұрын кеңес одағының адамдарымыз бұрынғы тәрбиемен кетіп қалдық деп сылтаулатамыз да өзімізді ақтап, жаңағы аш судың дәмін татып қалған адамдардың қатарындамыз ғой. Қаншалықты іштіңіз? Бір кісіде іштім мен. Соған өкінемін. Мен бұны мақтанып айтқан жоқпын. Мен жастарға әдейі айтып отырмын. Менен үлгі алыңдар, бірақ бір минусым, жаңа сіз адам минусым. Менің минусым өзім білем. Жаңағы уақытымда, жас кезімде аш сумен қасындағы сол аш су ішетін достармен біраз дос болып қалдым да, біраз жыл. Айтты, одан аулақ болғанда мен қазір қаланың ортасында 2 этаж үйім тұратын еді. Сондықтан жаңа жастарға айтарым, аш судан аулақ болсаңдар, мына темекіден, жаман нәрселерден барлықтарының 2 этажды үйлерің болады Алматыда. Әзіргі уақытта ішесіз бе? Анда-санда бір
көңіл қимас бірдеңе болса нетермін, бұрынғыдай жоқ. Қоштастық десек те болады. Қоштасуыңызға кім себеп болды? Ешкім де себеп емес, ол өзім. Ол адам өзі қоймай, ол ана бір барып кодировка жасатам, бірдеме, оның бәрі өтірік. Бәрі адам өзіне байланысты. Адам өзі қоям дейме, қою керек. Кезінде жас болдық, мас болдық, 40-қа дейін қыдырдық, жетеді. Ары қарай уже бала шағаның әңгімесімен, тіршілігімен жұмыс істеуің керексің, болды. Тағы бір қызыққаным, Инстаграм әлеуметтік желісінде лагман созып жатқаныңызды көріп қалдым. Созам мен лагман, әлде де созам. Ол көп сөзге қалдым. Комментарий деген жастар көп жазады ғой. Ой, не болды, қатын болып кеттің ба? Ер азамат деген кухняда несі бар деген сияқты жаңағы сөздер көп кетті. Мен өз Жаркенттікімін. Жаркентте негізі ұйғыр қазақпыз біз. Основной ұйғыр қазақ екі ақ ұлт. Қалған өзі орыстар іздеп жүр, бәрін табасың. Тоңған бауырларымыз бар сосын. Лагманның отаны Жаркент деген. Енді бала кезден қызық көріп, созып, анамыздың қасында. Өнен кейін жаңағы басқада саморында чай қойып көмектесіп, полды да жуып көмектесіп, сөйтіп мен өз мектепте пол жуып өскен баламын. Шешем мектепте пол жуғанда. Одан жаман болған жоқпыз ғой. Жан жақтың әлде де мысалы анда-санда сағынып, бір ешкі алайықшы деп бір жеңгеңмен бірге лагман созғаным бар. Жаңағы жеңгеңнен де жақсы созамын мен.